Жапон тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үй жабдықтары. Сара, Тәрелке,ボール、 тостаған, カップ、 кесе, マグカップ、 сапты аяқ, グラス、 стақан, 受け皿、 табақша, フォーク、 шанышқы, スプーン、 қасық, ティースプーン、 шай қасық, 大さじ、 ас қасық, ナイフ、 пышақ, バターナイフ、 май пышағы, 箸、 таяқшалар, ナプキン、 майлық, ランチョンマット、 тәрелке төсемі, テーブルクロス、 дастархан, 鍋、 қазан, フライパン、 таба, フライパン、 қуыру табасы, 片手鍋、 кастрюль, 蓋、 қақпақ, やかん、 су қайнатқыш, ティーポット、 шәйнек, ピッチャー、 құман, トレー、 науа, 盛り鉢、 ұсынатын тостаған, サービングスプーン、 ұсынатын қасық, まな板、 кесу тақтайы, ピーラ қабық аршығыш, ー、おろし金、 үккіш, 泡立て器、 бұлғауыш, フライ返し、 қалақша, お玉、 ожау, トング、 қысқыш, 計量カップ、 өлшеуіш стақан, 計量スプーン、 өлшеуіш қасық, ざる、
Süzgüç. 腰器、 ilik, 天板、 pişiru tabası, 耐熱皿、 pişiru ıdısı, ミキシングボール、 aralastırу tostağanı, 綿棒、 oktau, オーブンミット、 piş kolgabı, エプロン、 aljapkış, キッチンタオル、 asi sülgüsü, 塩入れ、 tuz saut, 胡椒入れ、 buruş saut, 瓶、 banka, 缶切り、 konserve aşkış, 栓抜き、 bütilke aşkış, 天板、 サービングスプーン、 ナイフ、 бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.